Сәлем, тиктоктастар. Қалдарыңыз қалай? Жұмысымыз басталды. Түстен кейінгі жұмыс басталып кетті. Түске дейін басқа жұмыста шаруалар жасап, осы жұмыста аяғына дейін алып бару керек. Форсис дайындау үстіндемін. Форсис деген бұл ақ қағаз, 120 граммдық қағаз. Бұл қағаздарды кітаптың алдыңғы артқы жағына жапсырып дайындаймыз. Жинап болған соң, 50-ден санап қазір есепке тура келу үшін дайындап қоямын. Мінекей, дайындалған кітаптар. Енді форсис жапсырамыз бұл кітаптарға. Ол блок болып дайындап қойғанбыз, бұның бәрін жинап барлығын. Мінекей, форсис жапсырып жатырмыз. Алдына, артына форсис жапсырылу үстінде осындай процестерден өтеді кітап жасау. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай кітапты жинап жатырмын. Оның бәрін жинап, мен тігуге дайындаймын қазір. Дайындап, жұмыс бүгінгі осы дайындаумен бітеді. Өйткені кешкі сағат 8 қазір уақытта. Жинап бітемден 8 болу керек. Мен таңғы сағат 9-да келгенмін жұмысқа. Осымен жұмысты аяқтап қазір үйге қайтамыз. Мінекей, үйге баламен жұмысқа келген, таңғы сағат 9-да. 11 сағат жұмысты аяқтап, үйге қайтып бара жатырмын. Алматы Сайран. Озеро Сайран дейтін еді. Сол жерде мінекей автобуста мына бөпешка менімен бірге жүрген ханшайым. Қазір дүкенге бару керек маған әлі. Дүкеннен үйде керек жарақты алып, апама науат алам деген, мінекей науат алдым. Арбуз. Қайырлы